Алейкум, мұсылман бауырлар. Құдай қаласа, үстіміздегі жылдың осы маусым айының 4-пен 28 аралығында Мысырлық Каир қаласынан руқия оқитын, Құран оқып жын шығаратын Каир қаласының ең мықты шейхтарының бірі шейх Салахуддин Сағат Сәлемі келіп Алматы қаласында адам қабылдайтын болады. Құдай қаласа, әртүрлі себептермен, жаңағы сиқырмен, тіл көзбен, хасатпен дейміз, жаңағы іштарлықпен, ғашықтықпен, мәссі дейді, өзбекмен байланып кіру, әртүрлі себеппен байланған жындарды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайрадан жеткен риуаятына сай руқиясын оқып адам қабылдайды. Бір сеанс негізінде жеткілікті. Жын болған болса оқып шығарады, жоқ болса жоқ деп айтады. Сол хабарландыруды таныстарыңыз, туыстарыңыз болса көбірек таратсаңыздар. Өйткені былтыр келді Алматыға, Шымкент қаласына. Бірақ сонда да кетіп қалғаннан кейін қаншама адам, мыңдаған адамдар маған шығып, естімей қалдық, білмей қалдық деп білдіріп жатыр. Сондықтан міне биыл Алла нәсіп етіп тағы да алдырып отырмыз. Көбірек таратып, көбірек адамдар, қиналып жүрген адамдар болса, осы кісіні пайдаланып қалсақ. Аллах тағала барша қиналған жандарға жеңілдігін беріп, ауырған жандарға Алла шипасын берсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.